Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге картошкадан жасалатын таңғы асын жасау жолымен бөлісетін боламын. Жасау жолы оп-оңай, әрі дәмді болады. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Бізге осы таңғы асты дайындау үшін 2 немесе 3 картошка және 1 жуа қажет. Осылай 3-тен өткізіп аламыз. Менде жуа өте үлкен болғандықтан тек жартысын ғана алдым. Барлығын 3-тен өткіземіз. Одан кейін үлкенірек ситаға салып, артық суын жақсылап сығып аламыз. Енді үстіне дәміне қарай тұз және бұрыш себеміз. Одан кейін 1 жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Ал енді үстіне 2 ас қасық ұнымызды сеуіп, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін газге табамызды кішкене сұйық май құйып, қыздырып дайындаймыз. Майымыз қызғаннан кейін осылай 1 ас қасықтың көлемінде жұқалау етіп, жайып, осылай 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Қатты қалың болып кетпесін, картошкамыз піспей қалуы мүмкін, сол үшін жұқалап қана жаямыз. Осылай дайын болғаннан кейін тарелкамыздың ортасына мен майонезді құйып, үстіне чеснокты салдым, яғни чесночный соус дайындадым. Ал сіздер майонездің орнына сметанды қолдансаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Жұмсақ, жасау жолы көріп тұрғандарыңыздай оп-оңай, дәмі де өте керемет. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.